Биыл Петропавлда ұлттық ұлан әскери институты курсанттарының қатары 200-ге жуық жігітпен толықты. Әскери қызметі таңдаған бұл азаматтар отанға, туған жерге, елге адал болуға салтанатты түрде ант берді. Оқтай түзу сапқа тізілген азаматтар үшін бүгін айтулы күн. Өйткені 200-ге жуық болашақ сардар өзіне жүктелген міндеттерді бұлжытпай орындап, отанға, туған елге адал болуға серт берді. Ант қабылдау рәсімінен кейін әскери өмірге қадам басқан курсанттарды облыс әкімінің орынбасары Владимир Бубенко құттықтады. Құрметті курсанттар мен офицерлер, қадірлі қонақтар, Солтүстік Қазақстан облысы әкімі Ерік Хамзалы Сұлтановтың атынан бүгінгі ант қабылдау салтанатымен шын жүректен құттықтаймын. Әскери ант қабылдау әр сарбаздың өміріндегі ең маңызды және ерекше күн. Отанымыз Қазақстан Республикасы игілігі жолында жетістіктер тілеймін. Жас жауынгерлердің көбісі әскери қызметші болуды бала кезінен армандаған екен. Солардың бірі ағаларының жолын қуып, осы бағытты таңдаған Еркежан Толыбаев. Петропавл қаласында военный институтта өзімнің еліме деген антымды қабылдадым. Мен өзімнің республикама адал қызметімді жалғастырамын. Бұдан да кейін жоғары белестерден көрінемін деп ойлаймын. Балаларының қуанышына ортақтасуға келген ата-аналардың да қатары қалың. Исраил Толыбаев кіші ұлы Еркежанды қолдау үшін Шымкенттен келіпті. Біз барлығымыз өте қуаныштымыз. Бүгін сол баламыздың бүгін президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев әбішұлына ант қабылдап болды. Бәріміз өте қуаныштымыз. Осы балдарымызға, осы жерге институтқа түскен балдардың бәріне денсаулық, мықты денсаулық тілейміз. Курсанттар дәстүрге сай жиылған қауымға әдеттегідей өнерлерін көрсетті. Әсем Қалиева, Азамат Жантурин, Ақпарат.